Отбасыңыздағыларды барлығының көңілінен шығатын балды торттың рецептісімен бөліскім келеді. Үй жағдайында барлық заттардан қарапайым тәсілмен ғана жасалынады. Қажетті заттарды мен описание бөлімінде жазып кететін боламын. Бізге ең бірінші осындай ыдысымызға сары майымызды салып аламыз. Сары майымыздан кейін қантымызды, 150 грамм қантымызды салып, және де 2 немесе 3 қасық табиғи балымызды салып аламыз. Каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Қоспамызды орташа отта қайнатып алатын боламыз. Қанты, сары майы және балы ерігенше үздіксіз силиконды күрекшенің көмегімен араластырып тұрамыз. Араластырып тұрыңыздар, әйтпесе асты жабысып күйіп кетуі мүмкін. Міне осылай қайнаған белгісі шығып, яғни көпіріктер пайда болып қайнай бастайды. Үздіксіз араластырып тұрамыз. 15-20 минут көлемінде уақыт алады бұл. Енді дайын болған массамыздың үстіне 1,5 шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің массамыз кішкене ұлғаюы тиіс. Және дайын болған массамызды кішкене суытамыз, жылытып. Одан соң біз жұмыртқаны кезекпен салатын боламыз. Яғни жұмыртқамыз пісіп қалмауы керек. Дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды қосып, силиконды күрекшенің көмегімен араластырамыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын, орташа тығыздықты қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын бірінші силиконды күрекшемен, содан кейін қолмен илейміз. Егер ұны аз болып қолыңызға жабысып жатса, кішкене ұн қоссаңыз болады. Қамыр өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Осындай өте жұмсақ, нәзік біздің қамырымыз дайын болады. Қамырымыз дайын. Дайын болған қамырымызды 8 бөлікке немесе қалауыңыз бойынша 6 бөлікке бөліп, көз мөлшерімен кесіп аласыздар. Яғни әр бөлікті күлшелейтін боламыз. Мен осылай 8 бөлікке бөліп алдым. Енді әр қайсысын ұн сеуіп, жабысып қалмас үшін орташа көлемді қамырымызды жайып аламыз. Противенді алдын ала дайындап қоямыз. Противенге пергамент қағазын төсесеңіздер де болады, немесе астына ұн сеуіп, құрғақтай духовкаға 180 градуста 3-4 минут пісіріп алатын боламыз. Яғни осындай алтын сары түске енгенше. Мен осындай формамен кесіп, пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Яғни дөңгелек қалыпқа келуі керек.
өзіңізге ұнаған кез келген форма үйдегі тарелкамен де кессеңіздер де болады. Жан-жағын қиып алып тастаймыз, оны лақтырмаймыз, ол бізге керек болады тортты әсемдеуге. Барлығын осылай 8 күлшемізді пісіріп аламыз, және де қалған қалдықтарын езгіштің көмегімен немесе оқтаудың көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Бұл дайын болған біздің қамырымыз 1 айға дейін өзінің дәмін өзгертпейді, яғни құрғақ күйінде сақтауға болады. Кез келген уақытта кремін жасап, қонақтарыңыз келердің алдында жасап қоя салсаңыз болады. Яғни бұл ешқандай бұзылып кетпейді, алдын ала жасап қойсаңыздар болады. Менде измельчитель бар, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін осылай оқтаудың көмегімен салафанды пакетке салып үгітіп алатын боламыз. Енді біз кремін жасауға кірісеміз, яғни оған бізге қайнатпалы крем керек болады. Оның барлық құрамын описание бөлімінде міндетті түрде қалдыратын боламын. Бізге қалың, асты жабыспайтын ыдысымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға бірінші сүтімізді құямыз. Сонан соң суымызды құямыз. Қант саламыз. Екі дана жұмыртқамызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді массамыздың үстіне ұнымызды қосамыз. Сары май мен ванилинді қосып араластырып аламыз. Қоспамызды жай орташа отта қайнатып алатын боламыз. Үздіксіз венчиктің көмегімен араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Асты жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан тез, жылдам астын үздіксіз араластырып тұрыңыздар. Біздің креміміз дайын болып қалды. Орташа қоюлықтағы крем, қайнатпалы крем дайын болды. Кремімізді кішкене суытамыз. Өте ыстық, байқаңыздар, күйіп қалмаңыздар. Осындай қайнатпалы крем дайын болды бізде. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Бірінші коржымызды осылай тарелкенің үстіне орналастырып, оның үстіне 2,5 ас қасық кремімізді салып, бетін тегістеп жағып шығатын боламыз. Яғни біздің қайнатпалы креміміз қатты суып кетпеген, немесе қатты ыстық болмауы керек. Крем тез сіңу үшін жылы қалпында тез осылай жабыстырып аламыз торттарымыздың корждарын бір-біріне. Барлығын осылай 8 слойды арасына жағып шығасыздар. Енді тортымыздың бетін әсемдеуге кірісеміз. Торттан қалған қалдықты үгітіп, сол үгітіндімен торттың бетін және жан жағына жабыстырып, осылай әсеміз. Безендіру өзіңіздің еркіңіз бойынша бетін құлпынаймен, әртүрлі малинамен әсемдесеңіздер де болады. Мен жай осылай қалдырдым. Қараңыздар, өте жұмсақ, нәзік, кремі сіңген. Осылай ұсынсаңыздар болады.